Қойшыбек Мүбәрак Пергөш 3 бөлім. Мәлік, жарқыным, саған ана інілерің мен жеңгеңді аманаттаймын. Жеңгең әлі жас қой. Келер өмірін өзі шешер. Балаларды бауырыңнан шығарма. Баяғыда ана көк бақсы 2 мүшелден ары жығылып барып кетеді екенсің. 5 балаң болады дегенде сенбеп ем. Сол әулие екен. Барлығын бірдей көр. Жазмыш кей нәрсені адамның санасына сыйдырмайды. Сонда да сабыр керек болады. Қасқыр жегір көк бұқаны іздемей-ақ қояйын деп едім. Мал көзі ыстық қой. Жоқтамай қойсам кие сатар деп. Алаяқ атта бір нәрсе болардай ұстатпай көп қашты. Ондайы жоқ еді. Астынан бал өтсе де мыңқ етпейтін жануар сол күні ер-тоқымды әсер салдырды. Ана айыр төбедегі қорымға жете тік шапшып жүрмей қойған. Содан біраз сауырлатып, қамшымен тартып жіберіп ем. Қорымға жете қорс ете қалып жалт бергені. Ауып түсіп қалыппын. Bir zamanda барып есімді жидым. Bir жерім етіктеме десем, аман сықылды. Қозғалайын десем, денемде бір ауыр нәрсе қорғасын болып басып алыпты. Көзімді ашсам, кеудемде бір кішкене бала қонжиып отыр. Кет ары деп орнымнан атып тұрайын деп жанталасып ем. Әлгі бәле сары ешкі болып құбылып кетті. Қозғалған болып едім, келіп сүзеді. Сөйтіп көп жатып қалдым. Әйтеу Құдай дегенде, ана ес бергендер үстімізге түсіп алып келіпті. Олар еш нәрсе көрмедім дейді. Енді көзім ілінсе болды. Былтыр бір тау ешкі атып едім. Сол келіп сүзгілейді. Оғы жанды жеріне тимеген соң көп қашып еді. Ақыры қанның ізімен аршаның ішінен өліп жатқан жерінен тауып алып ем. Ішті екен. Bir лағы тірі туылып, анадайда бақырып тұр екен. Енді біреу толып, шықпай, өліп қалыпты. Сол күні қатты шошынып қалып ем. Содан ақ болды, деп біраз тыныстап алып, інісіне басқа жұрттың барлығын сыртқа шығарып жіберіп, оңаша бір сырды ақтарған еді. Жәми жеңгеңді өзіңде білесің ғой, оны саған аманаттаймын. Сенен өмір бойы жасырған бір сырым бар еді. О дүниеге алып кеткім келмейді. Менің жын перімен алым берім жасап, қатынап тұратынымды ана көк бақсыдан басқа ешкім білмейді. Мына жұрт көк бақсын алдыртайық дейді. Оның пайдасы жоқ. Оның қолынан келетін шаруа емес. Жәми жеңгеңнің арғы тегі туралы, төркіні туралы көп сұраушы ең. Әншейін әке шешесі жетім қыз екен. Ғайыптан кезікті деп алдаушы ем сені. Ол олай емес. Жәми жеңгең перінің қызы. Жалғасы бар.